Құттыбек Есенов университетінің математика мамандығында оқып жатыр екенсіз, қазір 2-ші курстасыз. Неге сіз осы университетті таңдадыңыз? Менің осы Есенов университетін таңдағандағы ең бірінші себебім, бұл университеттің жастардың талабына сай, енді біз қанша дегенмен 21-ші ғасырдың жас келген ұрпағымыз, қанша дегенмен заманауи қажеттіліктер талап ететін болғандықтан, өзіме ұнаған жері заман талабына сай жас университет болғандықтан. Бұл жас жаман талабына сай дегенде бұл жерде барлығы кіреді. Нақтырақ айта кететін болсақ, академиялық ұтқырлық болсын, манағыдай техникалық жабдықталу болсын, оқу процесінің манағыдай білікті мамандардың, мысалы шетелдерден келген білікті мамандардың сабақ беруі болсын, шетелден келген студенттермен тәжірибе алмасу болсын, барлығы кіреді осының ішіне. Осындай жақтары жақсы қарастырғандықтан өзіме ұнады өз басым. Сіздің ойыңыздан шықты ғой? Шықты, шығып жатыр. Енді сіз осы студенттік өмір несімен қызықты деп ойлайсыз? Өз басым, мен үшін студенттік өмір жақсы ортамен қызықты. Марк Твеннің сөзі бар ғой, егер уайымыңызды ләззатқа айналдырғыңыз келсе, оны жан досыңызбен бөлісіңіз дейді. Группаластарым бар, ұжымдастарым бар, солармен бір мәселе талқылау болсын, сабақ дайындалу болсын, бір кесе шай ішіп отырудың өзі, арқа-жарқа болып, манағыдай әңгіме айтып, күліп, ойнасып отырудың өзі мен үшін үлкен қуаныш. Университетке келуіме бір мотивация десек те болады. Университетке мысалы баяғыда мектеп кезінде бір қыз жақсы көріп қалса, сол үшін мектеп келеді деген сияқты. Мен университетке сол ортамен көрісу үшін, жүздесу үшін келемін. Асығып келемін. Сіз осы университеттің қоғамдық өмірінде қандай қызмет атқарасыз? Мен өз басым осы біздің Есенов университетінде қазіргі таңда қарқынды жұмыс істеп жатырған Union жоғары студент кеңесінің ғылыми бағыт бойынша вице-президентімін. Яғни осы университет қабырғасындағы студенттердің көңілін аулау, манағыдай қоғамдық әлеуметтік шаралар болсын, сол барлық шаралардың басқасында жүрем десек те болады. Яғни студенттерге қызықты студенттік шақты ұйымдастырып береміз десек те болады. Өте жақсы. Мынау енді тәуелсіздігіміздің 30 жылдығымен университетіміздің 45 жылдығы тұспа-тұс келіп тұр. Тілегіңді айта ғой. Есенов университетіне ең біріншіден осындай біз сияқты, мен сияқты студент жастарға жаңа мүмкіндіктер ұйымдастырып беріп отырған үшін, құрып беріп отырған үшін үлкен рахметімді айта отыра, қоғамда атасының емес халқының баласы болатындай, қоғамға пайдасын тигізетіндей бір жас келген ұрпақты қалыптастыруды тілеймін. Және де осы университетіміздегі оқытушылар құрамына осы күнге дейінгі еткен еңбектері үшін алғысымды айта отыра, табыс тілеймін, денсаулық тілеймін, және де ең бастысы сабыр тілеймін. Біз сияқты студенттермен жұмыс жасаумен қиын шығар деп ойлаймын. Сұхбатыңызға рахмет, шығармашылық табыстар тілеймін. Рахмет.